Абай облысының әкімі Нұрлан Ранхаев өткен сенбі және жексенбі күндері жұмыс сапарымен Көкпекті, Ақсуат аудандарына барды. Аймақ басшысының сапары Көкпекті ауданынан басталды. Нұрлан Телманұлы алдымен ауыл тұрғындарымен кездесіп, бірқатар азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Аудан тұрғындары негізінен ауыл шаруашылығын субсидиялау, әлеуметтік қызметтер алу мәселелері бойынша жүгінді. Бүгінде Көкпекті ауданында 14 мыңнан астам халық тұрады. Аудан аумағы арқылы облыстық, республикалық маңызы бар Омбы-Майқапшағай автожолы өтеді. Сондай-ақ жергілікті жолда 28 елді мекенді өзара байланыстырады. Өңірдегі 26 ауылдық округ орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген. Бұл 92,8% құрайды. Нұрлан Ранхаев Қойгелді Аухадиев атындағы ауылдық округке барып, округтегі Үкілі Қыз ауылында 1996 жылы құрылған өрнек жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сүт тауар фермасының жұмысын көрді. Осыдан соң аймақ басшысы Преображенка ауылындағы өрнек балабақшасының жағдайымен де танысты. 60 орынға арналған мектепке дейінгі мекеме ауылда 2014 жылдан бері жұмыс істейді. Мұндағы 3 топта жоғары және орта арнаулы кәсіптік білімі бар мамандар қызмет көрсетуде. Нұрлан Телманұлы осыдан соң Преображенка орта мектебіне аялдады. Қазіргі күні мектепте 1-11 сынып аралығында 204 оқушы білім алуда. Сондай-ақ мұнда 2-ден 5 жасқа дейінгі балаларға арналған шағын орталық пен мектепалды даярлық тобы жұмыс істеп тұр. Облыс әкімі Преображенка ауылындағы ауылдық дәрігерлік амбулаторияға соғып, жай-күйімен танысты. Емханада 6 қызметкер стационарда алмастыратын медициналық көмек, амбулаториялық емханалық және алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсетеді. Амбулаторияның жоспарлы қуаты ауысымына 40 адам. Сапар соңында аймақ басшысы аудан әкімі Ділдәбек Оразбаевқа бірқатар тапсырмалар жүктеді. Облыс әкімінің сапары 30 қазан күні Ақсуат ауданында жалғасты. Бүгінде Ақсуат ауданы құрамында 9 ауылдық округ, 29 елді мекен бар. Ауыл тұрғындарының негізгі кәсібі мал шаруашылығы. Нұрлан Телманұлы өңір тұрғындарымен кездесіп, халықтың өтініш тілегін тыңдады. Тұрғындар ауылдарды дамытуға, жас мамандарға және бизнеске қолдау көрсету бойынша сұрақтарын қойды. Өңір басшысы Екпін ауылындағы жансая шаруа қожалығының 1000 басқа арнап салып жатқан бордақылау алаңымен танысты. Сондай-ақ Ақсуаттағы дене шынықтыру сауықтыру кешеніне барып, мекеменің тыныс-тіршілігін көрді. Облыс басшысы өз сөзінде ауданда спортпен шұғылданушылардың үлесі 3500 оқушының 20%-ын құрайды. Бұл әрине өте аз. Біз жастардың спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстануына барлық жағдайды жасауымыз керек деп атап өтті. Ақында бірте бәріміз бірге жұмыс жасап, бірігіп, бірлесіп. Не айтайын, өзіңіз біліп отырсыз, бізде осы Қазақстанда бір жақсы сөздер бар. Президент келгенде сол сөздерді айтқан, осы семейдің театрында болғанда айтқан: отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір деп. Сондықтан сіздермен бірге де бізде облысымызда бар. Сондықтан бірігіп, бірлесіп, бірге жұмыс жасайық. Осы Ақсуаттың өркендеуіне бәріміз атсалысып куә болайық. Дене шынықтыру сауықтыру кешенінде спортпен шұғылдануға барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ мұнда 5 шолақты үлкен бассейн бар. Спорт нысанының құрылысы ағымдағы жылдың тамыз айының соңында аяқталған болатын. Аймақ басшысы сапарының соңында аудан әкімі Асхат Смайыловқа бірқатар тапсырмалар жүктеді.